Ушунду тазбайма туруп кип айтат, эмеге айтканда жеп айтат, кырк жорың укун деп айтат. Кыргыл кылган ишине мына кыйналамын кичине, кырк жору кылган ишиң ой капа болдум кичине. Ошо барыбыз туруп барыбыз каканыштай турган кишини какшатып айдап букарга чыйырдын айдады. Ошо алдыга турган кан көбөшкө барыбыз кирип кеттик чоролоп, чындап башты корголоп, кыргыл чалмындай бузуку ушул ишти кылганда барыңар карап турганда, ошол кезде барыңар каманаздын ордого кирип барып калдыңар. Эми айтамын угуп тур, семедей менен каны кийип бетин кантип карайбыз, камба кайдай карыя жанна кантип жарайбыз. Айтаңын көрүү кырк жорро, мен турбаймын кетемин ойнобогун. Кырк жорро семедей менен бакайды, оңой олтоң жоо эмес, оң ойной турган нер эмес деп ошентип кеп айтып, тазамат мындай кеп айтып, ушу турган кырк жорро, мен кетемин турбаймын, кичине кызат кылбаймын, Кытайдагы көздөй жыламын, камманастын ордосун чапкан чоро кандайсың, эртең башыңды кандай теметтей, кандай азап көрөсүң, ушу жерден өлөсүң. Семедей жени тим койбойт, семетей сени жим койбойт, камакай сени тим койбойт, каматай сени тим жойлойт деп ошентип кеп айтып, мен кетемин Кытайга, Кытайдын эли боорукер, калмактын эли боорукер деп ошентип тазбаймат мындай кепти кылды. Эми атаңдын көрүү кырк журу, кыргыл чалгылган ишиңе капа болдум кичине деп ошентип айтканда, амалы кетип кырк жорро, айласы кетип кырк жорро, эмиң эмне кылдык деп кең таластын четине чыгып алып чоролор ошо көө сыйпашып бетине уят болуп канышка, кан семедей батырга, жаш семедей батырга кантип чоро болобуз. Камманастын арбагын аттап койдук чогулуп, камманастын усуна тузуна сийип койдук чогулуп деп ошентип кызталак алдыга турган алтын баш жаман киши көбөшкө ийип койдук деп айтып, муну ошондо кеп айтып, кырк жороң акыл кырышты, жөнөшкө булар моюн сунушту, түн боюнда жөнөштү. Атаңдын көрүү дүнүйө түн боюнда таластан тымызын көчүп, кырк жорро жөнөп калды Кытайга. Катын балаң ыйлашып, угум менен барысын ошо күнү байлашып, атагана дүнүйө качырларын кудуңдап, атыларын жубулдап, төсүнүздө бөлүшүп, төпөңдөшүп, жөнөшүп, кырк жорро Кытайды көздөй качты эле, ашып сашып басты эле. Ошол кезде 2 күн өтүп кетиптир. Кытай көздөй кырк жорро ошо кыяны көздөп кызыл кыя башына кырк жорро жетип калганда, эби канага бар жетиптир, семетей канасын батыр камын ошондон эрсемең. Атаңдын көрүү дүнүйө капа болуп кейиди, бул эмне кылганы, өйдүң айткан сөзүм жок, катың айткан көзүм жок, кырк жорро мындай деген сөзүм жок. Ушу турган кырк жорро адамдан калган чоро эле, качып кеттим менден деп, кандай кылам менмин деп, кандай акыл сенден деп, камба кайды кыйнады, кармап алып ыйлады. Атаңдын көрүү дүнүйө намысына чыдабай, муну ошондо семетей айланайын абаке, тайбурулоосун бурайын, ушу турган чорого суранып барып турайын, артынан жетип барайын, аман эсен кайрып,
Камманастын чоросун чоро кылып алайын, ушинтип калың кыргыз элиме, ушундай кызмат кылайын, кантип мында турайын, айланайын абаке, кабар алып туруңуз, деп ошентип семедей айбурулду кайгылап, ээрчиткени ошондо 6 жашар хан гүл чоро, 9 жашар кан чоро, 2 чороң ээрчиттеп, алдындагы тайбурул ашып шашып жол жүрөп, атагана дүнүйө жол жүргөндө мал жүрөп, ат башынын аштеле, ак жыйрактын өттеле, кызыл кыя белине, ошо кезде семедей жаңыдан жетип калды эле. Муну мындай таштайлы, каныке каны сененден чындап кабар баштайлы. Кырк жоро мындай кылды деп, кырк жоро качып кетти деп, ордого кабар жетти деп, мына ошондо каныке көргөбөстү сойгула. Сойбой бир кантип коёсуң, бугур жоро чыккынчы кылып манаска, качып кетсе таластан, көбөш деген көргөбөш, көргө салып жоготпой, ишибиз биздин оңолбойт, деп ошентип жеңекең, байкарагашка аргымак, атаңдын көрү кыздалак, арып алып кийиптер, алдыбаны минептер, ашып шашып ошондо зыңдаңды көздө келиптер, желетке буйрук бериптер, көргөбөстү сойдуруп, ошо кезде дүнүйө абыкенин алдырып, айланайын кыздалак, абыкеге кеп айтат, жеңекең андан ким айтат. Абыке сенде гана күнөө жок, ардайым укпаган алтарамда күнөө деп, болгон ишемиң өттү деп, семедей балаң жаш эле, үстүндө киши каш эле, атасы жок жаш эле, эмиңа сен алсаң мен да даярмын, ханисиң алчу жеңесин, кыргыздын салтың ушундай, бугаң эмне дейсиң деп, каныкей турду кашкайып, мындай сөздү салганда, чыйырды турду чыңырып, кызы талак карап бет, тузу күчтү манастын, тузу сенин урбайбы, адаңдын көрү карап бет, тапкан эрин карасаң, ушу турган абыке, биз буккарга качканда, койгун деп ошо бурбайбы, ошондон айтып турбайбы, деп ошентип бурулуп, жагадың атаңдын көрү, бу кемпир абыкени жайлатып, желдеттерген айтеле, жайлаган муну деп айтып, карап турган желдетти жайлап салды анысын, аны ошондо карасаң, мындай ишти кылганда, камбакай келип калдыми, айланайым байбиче, канга колуң малбагын, ушу турган тууганга такыр кыянат кылбагын, 40 жоронун артынан себетей кетти деп айтып, мындай кепти кылганда, ошо кезде каныке, акедей кандай жаныке, начысы келип каныштын, акыл айдың алдырып, аны да салды жардырып, ажысу келген каныке, кара кашка аргыма ары бери бастырып, калың кыргыз элине качып берип чаптырып, кең даластын боюна жыйып алып тоюн, атагана дүнүйө, семетейди күтмөгө, кол кошуруп түтмөгө, турабы каныш, ошондо атагана дүнүйө, 40 жоронун айынан, көргөбөстүн артынан, кимди сойгон, акыл айды сойду эле, мындай кылып койду эле, муну мындай таштайлы, батыр бала семеңден чындап кабар баштайлы. Ошондо семедей кызыл кыягыр таштан тайбурулун жетелеп, кара жолду тетелеп, кизесин салып мойнуна, 40 жоронун жолунан айланайын чоролор, койгулаң эми муну деп, бул ишиңен кайткын деп, кайра кайтар сөзүң айткын деп, кайра талас коңгун деп, айтканың
Aylanыңдай болуын айланайын чорулur айкөл мана сатамдын тактушундай болулу сайга чыгып конолу самагандай боёлу ойго чыгып конолу ойдогудай бололу күндүзү кымыз түнү кыз түйнөп жайнап бололу айланайын чорулur башым тартуу мен сатуу тайвурул тартуу мен сатуу калың кыргыз эл сатуу менден күнөө кеткенде кечирип койгун чоролор деп ошентип турганда камманастын кырык чоро айтканын такыр уккан жок мындай сөзгө муюбай адаңдын көрө дүнүйө тазмамат келди кеп айтат адаңдын көрү семетей ары тургун деп айтат Камманастын баласы кармабагын колумду мен киремен Кытайга Кытайдын эли борукер Кытайдын эли айлакер жанымды ошол Кытайдан барып багамын деген кезде семеттей намысы жок чоголор душманга кантип барасың кантип жанды багасың андан көрө өлсөңчү деп ошентип семеттей эки үйдө бир келип башына жаман сана бир келип айтса семең болгон жок анасынан калган чөрө адына турган семеңди бучкагына теңебей караптанганы койгон жок ошол кезде карасаң жаңырдай кылып жатып мөндүрдөй кылып ок атып жалгыз жерди жадатып камманастын кырк чоро катуу кирип согушка жолду бергин деп айтып кыргылчал келет кыйкырып тазмаат келет бакырып кырк чоронун баарысы улам бирден жапырып айласы кетип семеңдин ошол кезде карасаң Алмамбеттин гүл чоро 6 жашар бар экен ошол кезде кеп айтат койгула чоро деп айтат аң айланайын чоролор ушут турган жолборско тийбегиле чоролор өлөсүңөр барыңар ушут турган бал семенден өлөсүңөр барыңар ушут турган карыңар камманастын кырк чоро менин да башым тартуу деп карачы баланын акылын карап байкачы ушул сөздү карачы ыйлап турду гүл чоро кара жанын ошондо кыйнап турду гүл чоро менин атам Алмамбет силерди сурап жүрчү экен кам болуп силерге кошо катуу чабул чоң чабул кобул тобул жергенде четки бежин калага чындап кирип келгенде канекен менин атам деп ошоң атамдын арбагын сыйлап азыр жатам деп айланайын чоролор башым тартуу деп ыйлап алдыдагы гүл чоро будаң ыйлап тур дедиле 9дагы кан чоро буда көңүл бур деле чубактын улуган чоро буда суранып тур деле айланайын абаллар кетпегиле кыргыздан айланайын абаллар атың кетет кылымга мындай ишке урунба деп ошентип турганда мындай ишти кылганда камманастын кырк чоро урушуп жүрүп дасыган бири миңге татылган уруштан кайра тартпаган түнү жүндө жүргөндө түлкүсүнөн жаңылбас караңгыда жүргөндө касагыздын жаңылбас камманастын кырк чоро атаган ат дүнүйө айкөл манас батырың жасап муну ойлогон кандай киши болду экен так ушуну ойлогон жоокер кылып баарысын жасаган манас эмеспи ошоган манастын кырк чоро кайра тартып калабы ушо турган үчөнү жоо деп кана буларсамай бучкагына теңебей алдындагы семетей эрекенин байкабай ошол кезде кыргылчал аны муну чайкабай мөндүрдөй кылып ок атып жалгыз жерди дадатып жаңырдай кылып жатып семетейди жадатып катуу кирип калды эле тайбурулду бир атып тазаңаны жадатып эрсемеңди бир атып жалгыз элди жадатып гүл чорону бир атып өлтүрөм деп тиги атып ушинтип чоро киргенде кан чорону дагы атып аны дагы жадатып так ушинтип турганда мындай ишти кылганда атагана дүнүйө мына ошондо семедей ачуусу келип барбайбы айланайын жараткан тагдырым менин мындай деп ушу турган кырк чоро кирип кетсе Кытайга уят болот кыргыз деп касиеттүү манастын жолдошторуң уж эле чоң казаттан буламаң келген эле кыргызга кыргыздан көргөн кылымды адаңдын көрү дүнүйө тиди бүгүн кыйрыма деп ошентип куздалак
қара қарға барына жалғыз сұңқар тигендей сары чымчық балапан жалғыз бүркіт илгендей манастың ұлы семметей қолды құнны бір тоғыз қошы қолды баланы саммағаны қайыптар қошы қолды семмеңде ошу кезде семметей қырғын қылып кірді дейд мұнда ішті қылды дейд қара чар қавлан қапталынан чамынып бір атқанда қызалақ семетей келіп қамынып адағы шыққан ақ келді ойынып атсаң очағар чындап атса замберек түтіні тұман түбісман түтінінен қарасаң қытайың үннің адашқан үнні шығып жаңғырып чындап кіріп семмете қайыптан ақыл табылып бір атқанда қызталақ бес чоронны бір атып бір атқанда қызталақ 10 чоронны бір атып қату кірді семмете қара чар қавлан қапталынан чамынып алып қарауыш осмонды азмандан ұшып жаңылып атаңдың көрі дүние арысың екен баланың үнеге құласыр жылан жолын баштап алыптыр атағанна дүние манаста ұран салыптыр Ошо кезде қарасаң, семметейді қарасаң, ар жағынан қызталақ, 40 000 кіші сайышат, алды жақтан қаласаң, 40 қарғышыр қавышат, қарыш құрған шулап, қырс желтеңдің қайыбы, қошо келет жанында, қошоқ жүсі қошымат, қошо келет жанында, тілек жетсе тілек мат, тілеп келет жанында, жылаңаш қызыр айдары, минип келет жанында, мұны шонды семметей опол тоодой көрүнөп камман астын өзүнөй тагы ошондой бөлүнөп алдындагы тайвырыл атка кыргойлап кара жердин айгулап саңгаңаны койгулап араңдай озун аштырып 40 жорону чаштырып кызыл кыя кыядан кырып кирди кайран шер жетин койбой ошондо сүрүп кирди кайран шер чындап бала киргенде кан экени билинбейт суу экени билинбейт камман астын 40 жоро қырдырып салды әлі тегеле көзгөн илінбейді қай кеткенini білінбейді ошодағы 40 жоро ошондо да 40 жоро ер екенін көрдің бе жер екенін көрдің бе шер екенін көрдің бе қамман астын жанында жүрген жоро тұрбайбы ушу тұрған Қытайды шоң чабылдың içinde сүргөн жоро тұрбайбы мынаста уран чакырса алдындағы гүлүгү өзүнөн өзү семирген мамынын башын кемирген үстүндөгү чоросу сайган жоро кылган атаңдын көрү Кытайды өзүнөн өзү качырган ушул чороң эмеспи ошондо да болбоду үчөө калды толбоду бешөө калды болбоду аламын деп ойлоду камманаздын баласы ошондо кызыл кыя жанында кызыл канга бөлөдү 40 чоронун баарысын ошо жерге кырып гана таштап салды миңоп кой дегенге киши жок же белгилүү жанда киши жок белгилүү бака ери жок Кейсіңдің енне жоқ, қайыптенен ұрышқан, адаңдың көрі дүние, қалың қырғыз елі жоқ, тағы ұшындай дүйні бұқ, жебігін көрген ерітен жоқ, ошо кезде қарасаң, 40 жоронның барысы, қаөлік болып жатқанда, қамманастың баласы, аддан түшіп ал деме, емне шулдық қылдым деп, қату қайғырып емі қал деме, адаңдың көрі дүние ушу турган чорону жанында жүрсөң кыз талак кандай киши келсе да бир рет белем бириңди деп ошентип семметей катуу кийип ал деме ыйлап өкүрүп ар биринин жанына басып барып ошондо ишарат кылып семметей
айланайын чоролор, шейит кеттің емін деп, Қытайға барып өлгөнчө, Қырғыз елдің жеріне, өзім көмген жақшы деп, ушул жерге көмейін, ушу тұрған өзіңен, деп ошентип көзіңен, көзін жаап қызталақ, илап тұрды семетей, қара жандың ошондо, қинап тұрды семетей, қара майдан içinde, қан кечип тұрып семетей, ант бердің ошол жерінде, адаңдың көрі қызталақ, кечелде қаны қоңырбай, қызы талақ қуғалдай, бұғарға мені кетіріп, қайран жерді кечіріп, адамды менен өлтіріп, қызы талақ дүние, оны кечіріп атырды, барын қырған сенсің бе, ушу тұрған чоролордың үстіне, аны қантты беремін, сені өлтірбей тұрып желемін, сені жебеймен ошо, қантып түрі жүремін, деп ошентип семеттей, күйіп ал деме, илап ал деме, арчоронун барына, жыттап коштошуп, ошо кезде семеттей, буруп алып кызталак, кыркчоронун сөөгүн, жүктөп алып жанына, бір жагын караса, батыр келет байкадың, гүлчөрө жүрөт жанаша, бір жагын караса, канчөрө жүрөт жанаша, мына ошондо семеттей, катуу ыйлады, басып келип ошондо, алдында турган балдардын маңдайынан сылады, айланайын кулундар, айланайын канчору, айланайын гүлчөрө, камбардын улуу канчору, мажиктин улуу гүлчөрө, азызгандын алмамбет улуу гүлчөрө, ошо чубактын улуу канчору, мага калган чоролор, болуп турган кыркчоро, аталарың болот деп, өкүрүктү саласың, өкүрүп муну каласың, ушу турган чорого, мага чоро болуп барасың, безинди бекем куйлу, белди бекем буйлу, безинде жаткан Кытайды, ушу турган чоролор, шейит кетти деп элге, кабар берген чоролор, андан кийин биз ошо, белди бекем буйлу, безинде жаткан Кытайдан, ушулардын куунун, аябай катуу куйлу, айланайын чоролор, деп ошентип көп ыйлап, көз ачык кеттиң деп ыйлап, кыркчоронун өлүгүн, ошо кезде семетей, кара нарга жүктөтүп, кара жатыр бүктөтүп, ак бурага жүктөтүп, ак жатырын бүктөтүп, адыр, бел ашып, анча мынча жер ашып, бөт суу ичип, мына ошондо семетей, Қошқардың өйді жағында, еңеми түшті жаңыдан, семетей жаңы келгенде, ошо кезде қамбақай, қасиетті жаң екен, кетей қандай қан екен, жақтан қавара жеткен тұрбай, қырық жоронның барысын, семетей қырып салды деп, кейіп тұрды қамбақай, қара жанын ошондап, бөліп тұрды қамбақай, сақалдынан қанды жаш, төгіп тұрды қамбақай, белімді қантып буым деп, атаңдың көрігі жетім, анастың күнім менеме, қырық жоромды қырып сен, ұшы тұрған қоңырбай сынды қалшадан қантып қуым деп, қу жетім емне қылдың деп, тір қойсың еміне жетпейт білем өзім деп, қырғыл чалдым қанда деп, тазбай маттым қайда деп, ошо кезде қамбақай, ошо тұрған ағоч қорғы, ағу жу, ақманат, атаған дүние қайранға тыңғаны гей жасап қойғын ағырды көчу көкманат көкжалжың қаны гей жасап қойғын ағырды уғай тұнуғы мына кей қырқыз ұлуғы уғына сен тейсең ұландарча үнчыққан керегеге сен тейсең келіндерче үнчыққан атаған дүние ішіне келіп сөйлесе өзінен өзі ырдаған жомоқчусын ырдаған уғын алтын сырдаған ағы чуа ақманат әтаған дүние жегенген өзі мақтанат жасап қойған емес пе адамның көр дүние дүбегің үйін түктірген түрілер сынап жақтырған әтаған дүние қаны кейдің ағырда ошо кезде қарасаң чындап кірсең ішіне 600 кіші батқырған ошо кезде қаны кей қырқордоны тіктіріп қиындығын білдіріп арбір жерге қыздалақ манаттарын үлдіріп сенің жеңен қаны кей арвынырақ қоротып дедиесін аштырып әтаған дүние ділесін бір төп шаштырып қалың қырғыз еліне
хабар берип жерине алдырып ошол жерине кыямет кылып ошондо айланайын кырк жоро касиеттүү чоролор эмиң эмне болду деп шейит кетти чоро деп мына ошондо жеңе кең өзү гана тейлеп жеңе кең миндип турганда мындай ишти кылганда кетана дүнүйө ошондо тиги четки гана талас четинен алып келген эмеспи ар качандан бир качан колдо жүргөн мал эле касиеттүү ал эле ким кайбай кушу масыйга берген атай туру елижемді малажа жайнап тұрған тай тұру алдымыз жасы кезінде кең бұқардан чабылған қаманаздың тұрызу ушу тұрған қырық жоро қырық жоро көрген мал эле ушу тұрған жоронун жолу жақсы болсын деп алдындағы балалар баланың жолу жақсы болсын деп гүл жоро менен қан жоро жақсы жоро болсын деп қалағандай көңілге қан семетей батырдың тақ өзінің жанына қаманастың чоролордай болсын деп қалың қырғыз батасын беріп тұрған кез екен ошо тұрған торуну ошо жерде қалың ел чалып тұрған кез екен жолу болсын ушунун касиеттүү манаска жолун чалып ошону кырк жоронун жолуна тай торуну чалды эле чалып аны калды эле толтура малды сойдуруп ошо казанагын ойдуруп калынгана казанак келиштире ойдуруп калыңгы тай элинен алып келген ат эле сапак болгон ат элескен ошондо кырк жороун сөйлөтүн ар бирин бирден оротуп атагана дүнүйө мединадан ак кожо меккедеги кан кожо барын бүттүм мусулман барын мындан калдырып жаназасын окутуп касиеттүү чорону таканаң ошентип гана койду миң